бізге дорожный карта, вот Маралбек, қанша уақыт керек бізге дорожный картаны жасап бітіру үшін жылдың соңына дейін республика бойынша? Республика бойынша болған біріншіден біз қазір аймақтардан алып отырмыз. Аймақтар олар дайындау үшін жергілікті әкімшіліктерге жұмыс істеу керек, тығыз жұмыс істеу керек. Өйткені бізге нақты цифрлар мен данные керек қой. Ол мемлекеттік бағдарламалар кіру керек оның ішіне. Ол мемлекеттік бағдарламалардан сәйкесінше өзіміздің партиямыздың жұмысына қатысты ақпараттарды алып, соны өзімізге енгізу керекпіз. Ол бір айлық жұмыс емес, ол әжептәуір уақыт алатын жұмыс. Өте ауқымды жұмыс ол дорожный карта. Сондықтан да дейін қазір бірінші очередь сетевой график шараларымыз бір жақты қылдырып алсақ, сосын параллельно біздің аймақтар уже өздерінің жұмыстары қай бағытта жұмыс көре бастағаннан кейін дорожный картаны қоса ілестіріп алып кетуге болады. Екеуі бір-біріне байланысты болады, сетевой график пен дорожный карта. Егер шаралар бір-біріне сәйкес келсе, ол тамаша болады. Біздің жұмыстары зато өнімді және бір бағытпен жүретін жұмыс болады. Өте дұрыс. Сол бағытта қазір былай бір күнде бір аптада істейтін жұмыс. Бір ай уақыт. Бір ай, бір жарым ай уақыт. Жақсы. Сборға ғана кетеді, одан кейін уже обработка и формирование. Жақсы. Дұрыс. Біздің жаңа кандидаттардың ішінде партияның жұмысына араласам деген адамдар бар ма, Нұрлан? Кандидаттар ішінде бар, қазір мен жинақтап отырмын. Қазір менге 9 депутаттың жинадым. Данныйларын қарсы емес, бәрі сонымен қатар мәслихатта өкілді бойынша 11 регионға жібердік. Қазір 5-еуі келісім берді. Ол Қызылорда, Шымкент, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау. Хаттарды алып, өкілге мысалы Кусманға, Болат Ақожаевқа жібердім. Оларға станысы жұмыс жоспарын құра береді. Қайғылы сессияда қандай сұрақтар бар қатысуға оларға консультация беру керек, қалай олар қатыса алады, қандай мәселелерді бақылай алады біздің представительдер мәслихаттар. Олармен онда Zoom совещание өткізейік, бүгін мүмкін түстен кейін да, сол представитель болған филиалдарда. Олар бізден байланыста Zoom совещание өткізейік, бүгін уақытын белгілеп, біз оларға дұрыс консультация беруіміз керек та. Ол просто быть депутатом маслихата – это одно, а быть представителем партии – это уже другое, это прямой связано с нами. Они должны быть юридированы. Вопросы, например, если комиссия там по экологии, транспорта, да, они должны с нами обсудить, понять, какие вопросы мы поднимем. Вот вопрос, например, транспорт бойынша. Важно электромобили во всех регионах запуск, да? Инфраструктура, зарядное устройство, да? Вот. Это наша тема же. Парки, тоже скверы, сондай нәрселерге қарай біздің ауытқып қалмап кетпеу керек та. Наша позиция, наша партийная идеология, мы не должны отходить шаг влево, шаг направо. Вот это они очень четко ұстап тұру керек соны. И обратная связь других маслихаттың депутаттары қандай жұмыс атқарды деген сияқты. Онда давай после обеда давай проведем с ними совещание. Жақсы. Жақсы. Онда түсінікті ревизионная контрольная комиссия Әділқасым. Қандай план сендерде? Как будете проводить дальше работу? Ну, сейчас, как я сказал, что направили всем областным председателям и городским письмо, чтобы на сегодняшний день до 15:00 до 12 апреля предоставили все документы по финансово-полезной части под предвыборной кампании, предвыборной кампании. Сумен по Астане, как я повторил, сейчас справка будет готова полностью, там не будет сейчас подробности входить. Картина полностью ясна, справка будет готова. Все, жақсы. Ереке, сіздің қосарыңыз бар ма? Жоқ. Нету, да? Назгүл, пиар бойынша қалай жүріп жатыр жұмыс? Так, жақсы жүріп жатыр. Енді стараемся. Жинамаған көзілсем, это даже сайлау кезінен қарағанда бізде ТикТокта, жаңағы неде, Фейсбукта активно жүріп жатыр дейді.
Ну, в Просмотр основном, редкие шоу-ларымыз рекомендацияға. да, в основном вы будете фокус делать на соцсети, да, соцсети, Да, да. интернет, основном вот пиар, наша стратегия, основном в Это этом направление, направлении. да. И потом менде, мысалы, список журналистов же есть, которые по всему Казахстану. Это эти 300 электронных адресов, где я буду каждый день отправлять бүкіл пресс анонс, пресс-релиздің бәрін жіберіп отырамын оларға. Жақсы. И оларға қызық болса, олар өздеріне салып қояды. Жақсы. Все. Жақсы. Онда бізге пиар блогты күшейтуіміз керек. Орысша, қазақша, ағылшын тілінде сайт, біздің сайттың разработчиктерімен бүгін келісеміз. Тоже олар қандай бізге қолдау көрсетеді, соның бәрі. Содан кейін информационный нәрсе единый болу керек. Вот. Со всеми филиалдармен прорабатывать. Филиалдардың информациясын тоже мониторить етіп отыру керек. Барлық несін шығарған ақпараттарын, иә, жақсы ма? Да, пока филиалдармен жұмыс жасап жатқан жоқ, өйткені сетевой график ештеңе жоқ болғандықтан. Да, жақсы. Не, Нақбек аға, мәжіліспен қандай жұмыстар, қандай рабочий заседаниялар басталады? Мені жаңа жергілікті жерді өзін өзі басқаруға жұмыс тобына кіргізді ма? Иә, ертең тағы Исмағұлов Сейдолланы кіргізді. Соны ертең сағат 3-те басталады, соған қатысуыңызды өтінеміз. Ол кім руководителі комиссии? Сабилянов па? Сәбилен болуы мүмкін. Жақсы. Онда соған дайындалайық ертеңге, да, парламентте. Ведение бизнеса. Первоначальную информацию получили? Жоқ, әлі презентация. Заңның презентациясы, сонда бәрін көрсетіп, сонда ойлар туады. Там дискуссия будет, да? Да. Жақсы. Все, жақсы, онда істерімізге сәттілік тілейміз. Енді, Бір ауыз сөзім бар. айта бер. Енді сіздің талаптарыңыз бойынша біздің міндетіміз партияның беделін көтеру, абыройын арттыру, халықтың мүддесін қорғау. Содан енді біз өз жұмыстарымызды көрсете білуіміз керек. Істегенмен соны көрсете білуіміз керек. Сіз мынау нацэкономиканың заңымен хабарласып дедіңіз. Менің ойымша біз өз бағытымызбен жүріп, парламентке ұсыныс беріп, парламентте көрінуіміз керек. Сол ұсыныстарымыз парламент арқылы өтпесе, алар өздерінің еңбегі ретінде присвоить етіп алады. Соны айтайын деп. Сол өзіміздің жеке істеген үлкен еңбектерімізді, үлкенді кішілерді. Оны бәрін көрсетуіміз керек, ол бәрі фиксироваться етілу керек. Сондықтан ол нельзя запись болмайды. Жоқ, не қыла берсін, айтып сөйлей берсін. Нельзя запись етілу. Бізде бәрі ашық болды. Жоқ, сыртқа шықпаса Фейсбукқа шығып кетуге де. Жақсы. Сондықтан осы ойларым осы еді. Дұрыс. Біз парламент арқылы барлық ұсыныстарымызды өткіземіз, көрсетеміз, содан кейін оны мынау Назгүл шығарып отырады. Пиар етеді. Екінші бір ұсынысым енді қысқа. Бір қызметкер керек. Ол қызметтердің міндеті барлық информация сол кісіге жан-жақтан келіп түсіп, содан сіздің алдыңызға қояды. Енді ол бүкіл дүниежүзінде барлық жерде отработанная схема секретарь болу керек. Өйткені барлық информация бір жерге тоғысып, бір жерге келіп отырып, сізге ұсынып отыру керек. Содан кейін сіздің 50 деген артық шығар, біраз жұмыстарыңызды өзі мойнына алады. Мынау технический жұмыстар сол секретардың мойнына жүктеледі. Менің ойым сол. Нұрлан бар ғой, менің көмекшім. Көкшің енді бұл кісі Жоқ, ол бұл кісі деген болмайды, ол менің көмекшім. Барлық информация осыған тоғысу керек қой. Нұрлан маған беріп отырады информация. жоқ, түсінікті ғой. Неге келіп отырғанын айтамын. Почта, хат, сол жағын ғана айтамын. Жақсы. Все. Ол кісінің жұмысы күрделі, нұрекен. Жоқ, несі күрделі? Сіздер қазір парламентте представитель боласыздар. Парламентте жұмысты бақылауларыңыз керек. Парламенттегі жұмысты күшейтуіміз керек біздің. Өйткені біз 7 партия болса, соның ішінде парламентке, мәжіліске кіре алмаған бірақ партиямыз біз.
яғни біз наблюдательдік жұмыс жүргізуіміз керек. 6 партия, 6 партий находится в Мажилисе, вот как они работают. Если они лоббируют интересы олигархов, интересы каких-то нефтяных компаний, они должны сразу дать информацию. Ақпаратты Facebook неге бермейді? Өйткені 2016 жылы еңбек заңына өзгерту енгізіп, жаңа нефтяной компаниялар мен крупный компаниялардың интересіне жаңа еңбек заңын өзгертіп жіберген да, мысалы. Сондай нәрселер кетіп қалмау керек қазірше. Сонысын бақылауымыз керек біз. Ол бізге не береді? Ол бізге халықтың алдында признание береді. Біз айтақ партиясы профессионалдардан тұрады. Жұмыс жасай білетін деп бізді соны бақылап отыруымыз керек. Әрине біз заңды түрде парламентте ешқандай влияние не қылмаймыз, бірақ халық бізді көреді. Халық бізді көріп отырады. Ол профессионалдық нәрсе. Мысалға Әлюрафтан мысалға қараңыз, сквер салып, қазір өзінің технологиясымен қысым көрсетіп жатыр. Иә. Мысалы сондай жерде біз халықты жақтап шығуымыз керек. Жақсы ма? Иә. Парламентпен жұмысты күшейтіңдер, Нұрлан. Түсіндің ба? Давай, парламентпен жұмысты күшейту керек. Қалай заңдардың бәрі планын алыңыздар, қандай заңдарды қарайын деп жатыр, қандай мәселелерді кім не көтеріп жатыр, қай депутат мысалы көтеріп жатыр. Мысалға жергілікті жерді өзін-өзі басқару заңына қарсы шығып жатқан депутаттар, олар бұрын әкім болған адамдар, әкімнің адамдары мысалға, әкімдер билігінен ажырап қалмасын деп, олар солардың мүддесін қорғап жатыр, лоббируют интерес. Біз ол жергілікті жерді өзін-өзі басқару заңы не үшін керек? Халықтың өз өміріне өздерін араластырып, мысалға протестті азайту үшін халықтың арасында. Сол үшін керек ол заң ше. Нақты айтқанда. Мысалға бюджеттің формировать етуіне қатысады. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұл мәселені енгізу. Дұрыс, ашылқаға. Онда Қайрат, Нақтыбек ағамен сөйлесіңізші, поймите, қандай секретарь. Жақсы түсіндім. Қайратпен сөйлесіңіз, е? Қандай да болмасын, ұйымда, ұжымда секретарь болады ғой. Арговик біздің жағдайда. Секретарь. Это секретарша больше. Ойын секретарь дейді ғой. Может, еркекті болады. Жақсы. Өйткені бізде устав бар ғой. Уставта секретарь деген, это бізде үлкен должность. Это зам председатель. Онда анау ресепшн дей ма? Жақсы, онда разбереміз. Идеяны түсіндім, мен жазып алдым, Қайратпен сөйлесесің. Бұл жерде, мына жерде отырғандар бәрі единый команда, біз бірміз бәрі. Бұл жерде өте сенімді адамдар отыр бұл жерде. Бәріміз ақылдасамыз, қазір айтамыз. Тағы қандай мәселе қалды бізде көтерілмеген? Қандай мәселелер бар? Біз енді қазір Өскеменге барамыз, Шығыс Қазақстанға қоғамдық тыңдау өткіземіз, қоғамдық қабылдау өткіземіз, халықпен кездесеміз, мәселенің шешімін табуға тырысамыз. Ол жерде, прессаға бәрімен хабарлассын Назгүл, бізге пиар-блокты күшейтуіміз керек. Максимально күшейтуіміз керек. Жақсы ма? Сол аман-есен болайық. Давайте ісімізге сәттілік тілеймін. Айтатын сөздеріңіз бар ма? Кімді естімей қалдым? Ғани, құтты болсын. Руководителем Экологический альянс Байтақ Болашақ республиканской общественной организации стал Ғани. Ғани, давай құттықтаймыз сені. Целый республиканской общественной организацияның басшысы болдың. Давай, енді жұмысыңды. Қазір сенің задачаң гранттарға қатысу. Гранттар көп, барлық гранттарға қатысып, жаңа экологиялық бағытта проекттерді запускать ету керек. Айтпақшы, Астанада ағаш отырғызу проектісі басталып жатыр, да, бізде ағаш отырғызамыз, студенттермен кездесу бар. Тоже сетевой графигін алшы, Маралды. Маке, кімнен аласың? Қанат Жанабаевич делает это. Потом Руслан, берші, қандай? Сен волонтерлармен жұмыс бастадың ба? Уже? Жоғары. Бастау керек саған. Русланға нақтылап задачасын анықтау керек, чтобы өзін жұмысымен айналысатындай. Жақсы, аман-есен болайық. Ісімізге сәттілік болсын. Енді региондарды көп аралауымыз керек, халықпен көп кездесулер өткізуіміз керек. Ең бастысы біз өзіміздің платформа программамыздан ауытқымыз керек.
Бәріңізге ісіңіздеріңізге сәттілік тілеймін. Жақсы.